бұл жер жарты соттықтай жер. Осы жерден осындай жылына қияр жинап жатыр. Осындай қиярлар. Жылына 2 рет өнім алу керек болды. Қыста да бағасы қымбат болады бұл көкөністің. Сол себепті жылыжайды бастадым. Біздің ауылда бұндай жылыжай жоқ, әлі бізде бұндай дамымаған әлі. Алғаш кезде күмәнмен қарады. Қазіргі сәттерде өздері көріп, көзбен көріп куә болып, бұндай үйге жерден де табыстауға болатындығына көзі жетіп жүр. Қиыншылығы бұл жерде микроклиматты сақтау. Осы жылыжайдың ішінде. Себебі қатысып кетсе де болмайды, суып кетсе де болмайды. Бұл көкөніске өзінің арнайы градустар бар. Күндізгі градус бөлек, түнгі градус бөлек. Соны сақтау керек ең бастысы. Мүмкін мынандай пошкілерін жасап, желдетіп тұрсаңыздар, ауа айналым болмаса, ауру түсіп, осы қияр болсын, қызанақ болсын, жалпы дәнді дақылдарға тез ауру түседі. Ауа айналмаған екен, дұрыс айналмаған екен. Осы ең басты қағидасы болса. Бір соттық жылыжайыңыз болса, мысалға, ол жерге 800 түптей немесе қияр, болмаса қызанақ егуге болады. Әр түптен бір, мысалы, қиярды алған кезде 4 кило мен 8 кило арасында өнім алуға болады. Бас аяға 4-5 тонна алуға болады бір соттық жылыжайдан. Қазір көп ауылда үйілген жердегілердің көбісі бос жатады. Сондай жерге бір осындай шағын жылыжай салып, немесе кәдімгі бақша егіп, көкөніс егіп, сол жерден де үйілген жерден де табыс табуға болады. Жақсы меңгерсеңіз, мына жылыжай кәдімгі ашық алқаптан өсіргеннен көкөністен қарағанда оның пайдасы көп, ақшасы молырақ болады. Бұл шағын жер болғанмен бұл жерден көп өнім аласыз, оның үстіне қымбат бағаға өткізе аласыз. Жалпы бұл жылыжайды бастағанда ешкім үйреткен жоқ. Өзім іздендім, қазір YouTube деген әлеуметтік желілер бар ғой, солардан ақтарып іздендім. Бұл жылыжайды бастардың алдында ашық алқапта егіп жүрдім. Жылына 2 рет егем одан да. Оны уже бұл осы именно қиярдың уже қыр-сырын түсініп алған екен, қатты бір қорқыныш, болмаса бір қиындықтар болған жоқ. Қазір ауылда үйірген жер 24 соттықтай жер алдық. Сол жерге Алла қаласа келесі жылдан бастап осы жылыжайдың ауқымын үлкейтіп, сол жерге осы біздің ауылда именно жылыжайдың бизнесін үлкейтіп дамытсам деген бір мақсатым, ниетім бар. Былтыр бизнес бастауды онлайн оқыдым, телефонмен, өзім поляда диқаншылығымды жалғастыра жүре, әйтеуір уақыт тауып арасында осы телефонымызды оқып алдық. 20 шақты күнге созылды оқудың уақыты. Сөйтіп, бір айдан кейін ба уже мен ақша алдым, грантты алдым. Содан бастап кеттім. Бизнес саласын таңдап бастаған адамға бұл жеткілікті бағдарлама деп ойлаймын. Көп жастарға пайдасы бар бұл бағдарламаның. Бұдан кейін бұл бизнес бастауды оқып болғаннан кейін жеңілдетілген несие алуға тағы мүмкіндік болады. Істеймін деген азаматтар болса, оны ешқандай соншалықты бір оқуы немесе бір қиындығы жоқ деп ойлаймын. Кішкене ғана шағын жерден бастап, ары-қарап үлкейте беруге болады. Ол 5 соттық болсын, немесе бір 10 соттық жерлер болса да, сол жерден әжептәуір табыс табуға болады. Егер сіз жұмыссыз жүрген болсаңыз, үйінде тірлік істемей жүрген жастар көп қой, бос жүргендер. Сол жігіттер дені сау жас кезінде тірлік істесе екен деген бір кейде бір ойларым болады. Ынтасы болса, ниеті болса, істеуге болады. Ең бастысы ерінбесе, еңбек етсе, барлық нәрсе болады.